Қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен тағамдар тарихы рубрикасын ары қарай жалғастыратын боламыз. Бүгінгі тақырып бізде бургер. Бургер қалай пайда болды, оны кім ойлап тапты, оның алғашқы түрі қандай болған, соны осы видеода талқылайтын боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Егер де менің арнамда бірінші рет болып тұрсаңыздар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырашаны басып, мені қолдап кетіңіздер. Бұл маған көбірек видео жасауға мотивация береді. Ендеше біз бастаймыз. Бургер. Бұл үлкен танымалдыққа ие болған фастфуд түрі. Бұл фастфуд түрін балалармен қоса ересек адамдар да сүйсіне жейді. Тез дайындалады, әрі тойымды. Әдетте жасөспірім балалар жиі жейді. Күн сайын миллиондаған адамның тәбетін ашады және қуантады. Негізінен бургер сэндвичтің бір түрі. Құрамына тәбетті котлет, сыр, қызанақ, қуырылған пияз, майонез және кетчуп, қияр, қырыққабат және тағы да басқа алуан түрлі дәмдеуіштер қолданылады. Бургерді үй жағдайында оңай дайындауға болады. Рецебі біздің YouTube арнамызда бар. Сілтемесін астына қалдырып кетемін. Үй жағдайында дайындаудың үлкен плюсы бұл неден жасалды екен деген уайым болмайды. Жеп жатқан асыңызға сенімді боласыз. Бірақ көбіміз дайын тағамды жей салуды жөн көреміз. Иә достар, дәл осы тәбетті бургердің қалай пайда болғаны сіздерді қызықтырады ма? Ендеше видеоның соңына дейін қараңыздар. Бургердің 120-дан астам түрі бар болса да, олардың нақты қашан пайда болғаны туралы деректер жоқтың қасы. Бірақ 19 ғасырдың соңында бұқаралық ақпарат құралдарында бургер туралы алғашқы жазбалар пайда болған. Неміс жазбаларында гамбургерді алғаш шошқа етінен жасалған туралы жазылған. Ал америкалық нұсқа бойынша бургер 1885 жылы Сеймур жәрмеңкесінде сэндвич пен котлет түрінде таратылған. Бургерді ең алғаш рет Луи Лессинс ойлап шығарған. Ол асығыстан өзінің жолаушыларына нанның ортасына ұсақтап туралған сиыр етін салып ұсынған. Бұлай қарасақ, басында тек сэндвич болған. Бургер жолаушылар, жұмысшылар және матростар арасында танымал болды. Өйткені ол тез және толық түскас бола алған. 20 ғасырдың басында гамбургер Американы жаулай бастады. White Castle деп аталатын алғашқы бургер дүкені 1921 жылы ашылды. Бұл дүкен бургерді дайындаудың жаңа тәсілін ойлап тапты. Кезінде бургерлер тек сиыр еті мен наннан ғана болса, жаңа түрінде соус және сыр болды. Уақыт өте келе етті грилдеп пісіре бастады. Маринадталған қияр және пияз қолданыла бастады. Артынша қызанақ және қырыққабат қосылды. Дәл осылай нағыз чизбургерге айналды. Және бұл қазір классикалық рецепт. Ең алғашқы Макдональдс 1940 жылы пайда болды. Артынша Бургер Кинг сияқты бургер мейрамханалары ашыла бастады. Жаппай өндіру және пісіру процесінің арқасында бургер барлық халыққа тиімді болды. 1980 жылдары бүкіл әлемге кеңінен тарай бастады. Көп адамның көңілінен шықты. Бургердің тарихы дамып, кеңеюде. Жаңа рецептер, салмалар мен тұздықтармен эксперимент арқылы күннен күнге түрлері көбеюде. Сондықтан келесі жолы тәбетті бургерді ұнататын болсаңыз, бұл жай ғана тағам емес, қазіргі аспаздық мәдениеттің ажырамас бөлігіне айналған бай тарихтың нәтижесі екенін есіңізде сақтаңыз. Осымен достар, бургердің тарихы аяқталды. Егер де сіздерге бұл видео ұнаса, осы видеоны бургер жегенді ұнататын досыңызға жіберіп қойыңыз. Тарихын біліп жүрсін. Егер де достар, бүгінгі ақпарат сіздерге пайдалы болған болса, біздің арнаның өсуіне көмектесіп, лайк басып, қоңыраушаны басып, комментарийға келесі қай тағамның тарихын білгілеріңіз келеді, соны жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.